Assalamu alaikum туғандар. Бүгін 27 февраль. Біздің дағы екі жердешіміз үйлі болды. Документтері шықты бұйырса. Аты жөні Абжалов Белек Абдумомунович. Құттықтаймын сізді. Досым, мен теңге адам екен. Үйлі болды. Үйлердің документі болсын, үйліңіздер құт болсын. Дағы бір адам, біздің бір туғанымыз Қозыбаев Арзыбек. Ал киши өзінің чоң атасына үй алып берді. Құттықтаймыз сіздерді дағы. Себеп бұл бір жақшы бір малмат, жаңылық мен үшін дағы. Себеп бір біздің туғандарымыз үйлі болғанда мен аябай сүйінем да. Себеп мен жардамым тиіп, алар үйлі болған, алар бір өзінің қиялына жетішіп, мен аларға сүйінем. Ошол достор, егерде комментарияларда аларды құттықтап қойсаңыздар, аябай мен сүйінем. Алардағы қуанышта болады достор. Бұл екі адам бір-бірін танымайды, бирок алар қошына болып үй алышты. Қошына болып. Бір-біріне бір үй, бір көшеден қошына болышты. Ал айылдан дағы бізден 5 туғанымыз, қырғызстандық жердешіміз, мекендешіміз алды. Жалпы 8 үй үйлі болған. Ал жақтан дағы үйлер шығат. Бұйырса азыр күндер суық, аябай қату суық. Bir жаққа барып шығып келіш дағы оңай емес. Бүгін дағы қар жауып қойған мынакей. Қардан қорықпаш керек. Қар бұл біздің келешектегі жайыттағы плюс жағы ошол. Жайытта плюсу ошол. Жемде плюсу ошол болады. Суықтан қорықпаш керек, қардан қорықпаш керек. Анан арқандай суроолор көп болады. Суроолор окшош эле. Егерде сіздерде мүмкіншілік болса, мен буга чейин чыгарылган видеолорду көрүп чыксаңыздар, ал жакта сіздерге көп суроолоруңуздарга жоопту алсаңыз болот. Себеп мен көп суроолорго жооп бергенмин. Видеолорду тартып дагы чыгарып, суроолорго жооп бергенмин. Азыркы учурда дагы кайталай бергенден бир аз кыйыныраак болот экен. Ошого мүмкүнчүлүк болсо көргүлө. Сатуға шыққан үйлер аябай көп, сатылбай қалғандар дағы бар. Ошолорду видеолору шыққан. Маға жазсаңыздар 420 миңдик үй турат. 250 миңдик үй бар. 270 миңдик үй турат. Арзан үйлер деп айтасыңар, бирок алар арзан. Ичине кирип жашаса болот. Сонун шарттары менен үйлер бар. Чалгыла достор, алгыла дагы тартып чыгарам үйлөрдү. Азыркы учурда көп маселелер бар. Кыш күнү ушундай болот. Маселе көп болот, ошого суукта дагы оңой эмес достор. Анан жер тилкелери 20 сотуктан жерлер мени айылымда 72.300дөн дагы жерлер қалды достор. Алгыла. Кимге 1 участка, кимге 4 участка алгыла, чалып мага кайрылгыла. Мен жашаган айылда свет, суу бар толугу менен. Анан дагы ким балким жерге муктаж жүрөт азыр. Быйыл алып койгула, эмки жылга келип курулуштарды баштагыла. Ал жакта суу бар. Анан көп суроолор болот. Силерде газ бар. Газ келечекте келет. Азыркы учурда биздин регион ошол мамлекеттик федералдуу программага түшкөн. Газ барып калат буюрса. Ана ошондо өтө көп иштерди кылса болот. Анан сурашат дагы, эң көп суроо Кыргыз жаранын алса болобу үйлөрдү. Албетте алса болот. Албетте алса болот. Бирок чегарага жакын үйлөрдү ала албайсыздар. Чегарага жакын үйлөрдү ала албайсыздар. Чегарадан сырткары 80 километр нары жактан айылдар бар, атайын айылдар. Алар чегара айылга катарына кирбейт. Райондор бар. Ошол райондордон сиздер
албетте алсаңыздар болот. Эч кандай маселе жок. Өзбекстан жараны дагы көп чалат, бирок буга чейин дагы бир жолу дагы ошол 1000 адам чалат Өзбекстандан. Бирөөсү дагы алган жок. Сөз көп, бирок кыймыл жок. Буга чейин биздин жарандар эле, биздин Кыргызстан жарандары эле алып жатат. Өтө чечкиндүү биздин туугандар бат эле бар жокту билип туруп эле ар жактан бер жактан маалымат алышып, бир чечкиндүү чечимге келип, үйлөрдү алып келип жашайбыз деп жатышат. Быйыл буюрса биз Алтынбек досум менен ал дагы биздин айылдан үй алган, анан Кулпан байке деген байкебиз үй алган. Быйыл биз клубника менен ишке киришебиз. Быйыл 30 сотик жерди клубника тигебиз. Кыргызстандан заказ кылабыз. Буюрса азыр ошол жол кетип атат. Сиздерге быйыл кандай болсо дагы клубникабызды өстүрүп, сиздерге видеолорун чыгарып турабыз, маалымат катары. Кандай ийгиликтерге жетишкенибизди көрсөтөбүз. Кандай пайдага кириштикпи, киришкен жокпу, ошону азыр ким кошулам десе кошулгула, себеп аны алдын ала заказ кылыш керек экен. Турциядан, азыр Турциядан бизге Кулпунайдын көчөттөрү Кыргызстанга келет экен. Ошол Кулпунайларды көчөтүнү муздатылган абалында Кыргызстанга жеткирет экен. Анан бир кампада сактайт экен. Анан ошону биз буюрса 30 сотикке жараша 10 сотиктен 3 адам бөлүшүп алып атабыз. Кулпан байке менен Алтынбек досум менен үчөөбүз. Алар биздин айылда үйлөрү бар, үй алган алар. Ким алгандар кошулгула, балким сиздерге мен айткан эмесмин, балким айткандырмын, бирок сезон башталды. Ошого дарыгерчилик көрүш керек. Биз 10 сотиктен баштап көрөйүк дедик. Ошо кимдер клубника менен иштейм дегендер кошулам десеңер келип же жазылып же чалгыла тез арада, себеп Кулпунайды көчөттөрүнү алдын ала акчасын төлөп коюш керек, достор. Дагы эмне айтат элем? Үй алгандарга баарына мен сиздерди куттуктайм. Үйүңүздөр кут болсун. Комментарияда дагы биздин туугандар жазып койгула. Куттуктап аларды белгилеп койгула, достор. Макул, достор, дагы сүйлөшөбүз. Колум үшүп кетти. Көчөдө кар мынакей. Көрдүңүздөрбү, бүгүн дагы кар жаап койду. Кар бул биздин байлык. Бул суу, бул чөп, бул арпа, будай дегендей, достор. Саламатта болуңуздар, дагы көрүшкүнчө, достор.